Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан осындай мини рулетиктер дайындаймыз. Алда енді баклажанның науқаны келе жатыр. Ортасына ерекше салмамен, яғни творожный сырмен жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Холодныйға қойғанға, қонақтық дастарханға қойғанға енді керемет. Бізге осындай орташа көлемдегі 3 баклажан керек болады. Екі жағын алып тастаймыз. Қаласаңыздар сыртын ашсаңыздар да болады, ашмай қойсаңыздар да болады. Мен тек осылай екі жағын ғана алып тастаймын. Сонымен қатар баклажандарымызды осылай қатты қалың дағылып жібермей, қатты жұқа дағылып жібермей, осылай орташа қалыңдықта кесіп бөліп аламыз. Бұл жерде сондай-ақ тек қана баклажанды ғана емес, кабачки де араластырсаңыздар болады. Екеуін араластырсаңыздар өте керемет. Оны да дәл осылай бөліктерге бөліп аласыздар. Мінекей бізде баклажандарымыз дайын. Қаласаңыздар тұзды суға бір 15 минут уақытқа салып алсаңыздар болады. Бірақ мен олай салған жоқпын. Сонымен қатар бізге осындай панировка керек болады. Бұл жерде менің панировкам тауыққа арналған, негізінде түсі сап-сары. Осында алсаңыздар болады, өте әдемі. Және де ең кереметі осы панко деген сухарики, сіздерге суретте көрсетіліп тұрғандай. Тауып жатсаңыздар, соны алсаңыздар болады. Енді бөлек бір ыдысымызға 2 жұмыртқа және де кішкене тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қазір осыған баклажандарымызды аунатамыз. Баклажанымызды бірінші жұмыртқаға малып аламыз. Екі жағында малаймыз. Одан кейін барып панировочный сухариге аунатамыз. Екі бетінде бірде аунатып аламыз жақсылап. Окей. Осылай жақсылап аунатып жағамыз. Осылай қуыратын бөлігін бірінші дайындап алыңыздар. Құрметті көрермендер, менің каналымда жаңадан болсаңыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір төмендегі подписаться батырмасын басу арқылы каналға тіркеліп алыңыз. Табамызға май құйып алып қыздырамыз. Шамамен 100-150 граммдай май құямыз. Мінекей осылай дайындап алдық. Енді баклажанымызды қуырамыз. Бастапқыда майды қатты отта қыздырып аламыз, одан кейін орташадан төмен отқа қоямыз. Себебі баклажан қатты отта қуырылса, тез-тез жаңағыдай күйіп кетуі мүмкін. Ал егер өте баяу отта қуырылса да майды өзіне қатты сіңіріп алады. Сол себепті орташа немесе орташадан төмен отта қуырасыздар, осылай екі жағы қызарғанша. Енді қағаз майлыққа сүзіп аламыз. Қалған баклажандарымыздың барлығында дәл осы рет бойынша панировкеге аунатып қуырып аламыз. Егер сізде дәл бұндай сары панировка болмаса, кәдімгі кептірілген нан ұнтағына аунатсаңыздар болады. Мінекей біздің баклажандарымыз дайын. Енді рулеттерімізді дайындаймыз. Ол үшін ортасына салуға бізге осындай қызанақтар керек болады. Кішкене суы аздау, қатты помидорды алыңыздар. Қызанақтарымызды осындай бөліктерге бөліп турап алдық. Одан кейін соус үшін бізге майонез керек болады. Майонез және де 2-3 тіше сарымсақты теркадан өткізіп барып салып аламыз. Және де қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар болады. Оны да укропты да ұсақтап турап қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің ортасына жағатын соусымыз дайын болды. Сонымен қатар бізге творожный сыр керек болады. Творожный сырмен енді өте дәмді болады. Кез келген фирманканы алсаңыздар болады. Және де осындай салат жапырақтары. Енді баклажандарымызды шетінен алып, бірінші соусын жағып аламыз. Қатты көп те жағып қоймаймыз, қатты аз да жақпаймыз. Осылай әдемілеп жұқалап жағып шығамыз. Және де салат жапырақтарын қоямыз. Негізі салат жапырақтарын қоспай қойсаңыздар да болады. Қызанақ және де творожный сыр қосамыз. Мен эмертікін алдым. Творожный сырмен енді дәмі бөлек, өте керемет болады. Осылай тығыздап орап шығамыз. Осымен біздің рулеттеріміз дайын. Қалғандарының барлығында дәл осылай дайындап аламыз. Алда енді жаз мезгілі келе жатыр ғой. Нағыз көкөністердің арзандайтын уақыты. Сондықтан міндетті түрде жиі жасап дайындап жеп тұрыңыздар. Қонақтық дастарханыңызға қойсаңыз да, ассортиге холодный ретінде ұсынсаңыздар болады. Келесі видео рецепттерімде сіздерге дәл осы рулеттердің ПП вариантын, яғни майға қуырылмайтын, майонез қосылмайтын, бірақ өте дәмді болып шығатын түрін ұсынатын боламын. Сондықтан каналыма дәл қазір подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Видео ұнаса, тегін лайктарыңызды аямай қолдап кетіңіздер.